Саламатсыздарма? Бүгін біз сіздермен ыстық күлше нан дайындаймыз. Ол үшін бізге бөлме температурасындағы сүт, ерітілген сары май, 1 жұмыртқа, 1 чайный ложка разрыхитель, 3 қасық шекер, жарты қасық тұз, 1 қасық ашытқы жақсылап араластырып аламыз. Араластырған массамызға жаймендеп ұн салып қамыр елейміз. Бұл қамырымызды жарты сағатқа тұндырып қоямыз ашығанша. Нан ашып болған соң міне осылай мен 3 бөлікке бөліп алдым. 3 бөлікке бөліп алған соң 200 градус пеште 30 минуттай пісіріп аламыз. Осылай дайын болған нанның бетіне тікешпен тесіп, үстіне мен сүт жағамын. Сүт жағып, күнжіт өздеріңіздің қалауларыңыз сеуіп, осылай пісіріп аласыздар. Жарты сағатта осындай ыстық күлше нан болып піседі. Ұнаса лайк басып қолдап кетіңіздер.